Бәрекелді қымбатты көрермен, бүгін оянда қонақта Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер хорының көркемдік жетекшісі аға лейтенант Бауыржан Алтынбеков және біздің әнші жігіттер, қош келдіңіздер, көргенімізге қуаныштымыз, қайырлы таң дейміз. Енді бұл әйгілі ерлер хоры, қымбатты көрермен, өздеріңізді танып отырған шығарсыздар. Бұл кісілердің жүрмейтін жері жоқ деп айтайықшы. Және жақында Беларуси елінен бір сүйінші жаңалықпен оралыпсыздар. Сол туралы айтсақ. Көп рахмет. Беларусия Республикасы Браслов қаласында болдық. Ол жерде тарихы өте терең, 58 жылдық жаңағы Брасловский Зорницы деп аталатын фестиваль байқауға қатысқан болатынбыз. Ол жерде енді Құдай жарылқап, жеңіспен оралдық. Барлық ойдағыдай өтті. Керемет. Енді жалпы осы ерлер хорының құрылу тарихына тоқталайықшы, себебі қаншаусыздар сіздер мына жақта? 11 жігіт, 11 жігіт, ән айтатын 11 жігіттің басын бір арнаға қосу жалпы кімнің идеясы болды? Енді біздің хордың биыл 10 жылдығы, 10 жылдан бері қызмет етіп келе жатырмыз. Яғни 2016 жылы құрылған болатын жалпы ерлер хоры. Дәл қазір 11 адамбыз. Жақсы, түсінікті. Енді қымбатты көрермен, естеріңізге салып айта кетейік. Бұл жігіттер Қазақстандағы жалғыз ғана ерлер хоры. Біз енді кеудемізді көкке көтеріп ерекше мақтанышпен айтамыз. Жалпы әлеуметтік желіде ерекше танылған шығармаларыңыздың бірі Линкин Парк тобының «Намп» әні болды. Енді осы әнді орындау жігіттер қалай сіздерге, қандай әсер алдыңыздар? Идея қалай пайда болды жалпы? Идея енді бізде шығармашылық жігіттер болғаннан кейін бізде ортаға талқыға салдық. Қалай, қандай әнмен таңғалдырсақ болады? Мысалы, жаңағы Мәскеу қаласына барғанда көп ұжымдар, мысалы, классикалық әндерді айтады. Біз енді жюриларды қалай таңғалдырсақ болады деген ниетте, рок айтқан дұрыс болар деп, сол Линкин Парктың әйгілі «Намп» шығармасын алып бардық. Мәскеу қаласына болды сонда. Ал жалпы әскери тәртіп шығармашылыққа кедергі келтірмей ме? Жоқ, әрине, өйткені әскери ұжым болғандықтан бізде жаңағы таңғы сап болады, жаңағы дайындықтар жүреді. Оның барлығы біздің осы сахнада өнер көрсетуімізге тек қана жақсы жағынан көмек етеді. Өйткені барлығы тиянақты, барлығы уақытылы, ешқандай жаңағы оқыс оқиғасыз. Сол үшін ешқандай кедергі жоқ. Керісінше жақсы тұстары өте көп. Яғни белгілі бір тәртіпке үйреніп қалдыңыздар кәдімгідей, дағдыланып кетті. Жалпы жақсы, ал сахнада ән орындағанда ең маңыздысы не? Эмоция ма, әлде техника ма? Енді сахнада ән орындаған кезде мен осы жерде Сәкен Магазиевтің бір сөзі есіме түсіп тұр. Сонымен мен толықтай келсем, әншілердің екі түрі бар деп айтады ол кісі. Бірінші түрі жүрекпен айтатын әншілер болады, екіншісі жүрекке жеткізетін әншілер болады. Сондықтан менің жеке ойым екінші нұсқаны таңдап, сол бағытта жұмыс жасау. Әр әншіде ең бастысы жүрек болу керек дейсіз ғой. Жақсы. Ал енді хор мүшелерінің арасында белгілі бір тәртіп, өздеріңіздің ұстанатын ережелеріңіз, немесе дағдыларыңыз бар ма? Әрине, біздің енді кикілжің болып тұра ма жалпы? Ерлер хоры болғандықтан бізде көбіне барлығы бір-бірімізге деген құрмет, бірімізге деген жаңағы аға, бауыр деп сыйластық ең бірінші. Қандай жағдай болса да біз жаңа ортаға салып, сол жерде шешіп тастауға тырысамыз. Ол жағына ешқандай қиындықтар жоқ. Және де әр ерлер хорының мүшесінің өзінің жұмыстары бар. Мысалы, жетекшіміз Бауыржан мырза болса, мен қармейстер, және де міне Айбек Қабдулмарат деген жігіт. Сол кісі біздің жаңағы ерлер хорына жазылатын ноталарға, аранжировкалар ноталарға осы кісі, және де сонымен қосып бізде екінші аранжировка жазатын жігіт бар, Абылай деген жігіт. Сол екеуі екі жақтап біздерге ноталарды дайындап береді. Кез келген ұжымда жаңағы осындай ең айтады ғой, фундамент деп, нота жинағы. Сол нотаға жауап беретін біздің Айбек деген жігіт, ол өте қиын, оңай емес жұмыс. Сол үшін бұл жігіттің еңбегі өте зор.
Тамаша, ең бастысы бір-бірлеріңізге деген құрметтеріңіз байқалып тұр. Осыдан бір жыл бұрын хабар арнасында көрсетілетін Қызық Тайм жобасының Астанадағы концертінде кәдімгі сіздер желіні шулатып, ерекше орындаушылық қабілеттеріңізбен, қасиеттеріңізбен көптің жүрегін жауладыңыздар. Енді қазір сол әндерді, жалпы қазіргі таңдағы жазылып жатқан әндерді сондай үлгіде қайталау жоспарда бар ма? Себебі менің ойымша халық сіздерден күтеді. Кәдімгідей ұнады барлығына. Көп рахмет. Әрине, ол біз қазір бағытымызды шамалы өзгертіп жатырмыз заманға сай. Қазір біздің негізгі мақсатымыз осы өсіп келе жатқан жас ұрпақ, болашақ ұрпақты осы өзіміздің әндеріміз арқылы, өзіміздің жаңағы шығармашылығымыз арқылы осы елімізді сүюге, елімізге деген мақтанышқа, елімізге деген жаңағы патриоттық сезімдерін ояту мақсатында біз қазір репертуарымызды түгелдей өзгеріп жатырмыз десек те артық айтпаймыз. Өйткені біздің бағытымыз жастарға. Жастар тыңдасын, жаңа трендтік әндер болады, хит әндердің барлығын біз осы өзіміздің әскери қор болсақ та, бірақ трендтен қалмай, жастармен байланысты қазір іздеп жүрміз. Көп рахмет жігіттер, жолдарыңыз ашық болсын дейміз, өнер жолында жұлдыздарыңыз жарық болсын, жетістіктеріңіз көп болсын. Қымбатты көрермен, студиямызды нағыз айбынды жігер мен патриоттық рухқа толтырған еліміздегі жалғыз ғана ұлттық ұлан ән-би ансамблінің ерлер хоры. Мың алғыс дейміз жігіттер, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін.